салқын тигенде ашты Қытай сорпасын ішіп жүрсіз бе? Онда оны мына сорпаға ауыстырып көріңізші. Шәвелгі сорпа дайындаймыз. Қажетті заттардың барлығы видеоның астында жазылған. Бұл сорпаға қажетті заттары қалай туралғаны маңызды емес. Көбектап немесе ұзыншалап турасаңыз да болады. Мен барлығын көбектап тураймын. Тек сәбізді теркадан өткіземіз. 1-2 ас қасық сұйық майға пияз және сәбізімізді жақсылап қуырамыз. Оның үстіне көбекталған тауық сүбесін қосып, жақсылап араластырып, оны да бір қуырып аламыз. Қуырылған тауық етіне тұз, қара бұрыш және бұрыш пастасын қосып, тағы да араластырып қуырамыз. Әбден қуырылғаннан кейін суымызды қосып, крышканы жауып, 10-15 минут қайнатамыз. Картошканы салатын уақыт келді. Сорпаны картошка піскенге дейін қайнатамыз. Ал енді осы уақытта қалған ингредиенттерді дайындаймыз. Көкшөптің артық тамырын алып тастаймыз және де орташа көбектау қылып тураймыз. Егер сорпаны тек үлкендері жейтін болса, 3-4 бөлшекке бөлсеңіздер жеткілікті. Енді жұмыртқаларымызды дайындаймыз. Жұмыртқа үлкен болғандықтан мен осы жолы тек 3-еуін қолдандым, 1-еуі артылып қалды. Тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сорпаға негізгі дәм беретін ингредиенттер өз уақытын күтіп жатыр. Картошкамыз піскен уақытта жұмыртқамызды сорпаға шетінен құйып, екінші жақта вилкамен тез-тез араластырып тұру қажет. Тағы бір рет жақсылап араластырып аламыз және де үстіне шәвелімізді қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып 3-5 минут қайнатамыз. Осымен шәвел сорпасы дайын болды. Әсемдік және дәм үшін укроп, петрушка қосамыз. Қара және қызыл бұрышпен берсеңіздер болады. Бұл сорпаны жыл 12 ай дайындай береміз. Қазіргі жаздың уақытында кондиционермен бір суық, бір ыстыққа шығып жүрген кезде, күз, көктемнің суық айларында даладан тоңып келген кезінде өте жақсы. Ас дәмді болсын.